Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жеңіл кешкі ас түрін көрсететін боламын. Балаларға да үлкендерге де қатты ұнайтын тағам түрі бұл. Және менің жасап жүргеніме көп уақыт бар, және де балдарым осыны күнде сұрайтын тағамның түрі. Және соны сіздерге бөлісуді жөн көрдім. Ең алдымен бізге құстың төс еті керек болады, және оны жуып, жақсылап, және төрт-бұрыштап турап алатын боламыз. Қазір біз құсымызды маринадтайтын боламыз. Енді ыдысымызға салып, құсымызды маринадтайтын боламыз. Ол үшін бізге маринад үшін 1 шай қасық тұз және 2 ас қасық соя тұздығы керек болады. Міндетті түрде соя тұздығы болу керек. Сол кезде біздің тағамыз осы соя тұздығының арқасында дәмді болып шығады. Араластырып, бір шетке маринадтауға қоя тұрамыз. Енді қалған қосатын қоспаларымызды турайтын боламыз. Көкөністерімізді. Ең алдымен сәбізді ұсақтап турап алатын боламыз. Қазір біз пісіргенде тез пісу үшін, уақытты көп алмау үшін осылай ұсақтап тураған жөн. Мен сіздерге қанша дана, қанша грамм керек екен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден барлық ингредиенттерін көрсеңіздер болады. Енді біз құрамына күріш қосамыз. Біз күрішті алдын ала бөлек суға пісіріп алатын боламыз. Мен сары майға күрішімізді саламыз, алдымен тұз сулаймыз, тұз саламыз. Және де күріштен суымыз сәл ғана асып тұру керек. Видеодан көргендеріңізде қатты су құймаңыздар, әйтпесе біздің күрішіміз езіліп кететін болады. Енді суымыз қайнады, күрішіміздің астын отын басып, баяу отта бір 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Күрішіміз піскенше қалған көкөністерімізді ұсақтап турап алатын боламыз. Бұл жерде мен болгарский перец турап отырмын. Қызылын, көгін ала берсеңіздер болады, кез келген. Сарысы болса да болады, кез келген. Және де қызанақты да ұсақтап турап алатын боламыз. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер, және де мені қолдап, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Міне мен барлық қоспаларым турап болдым. Енді осыларды қуырып бастайтын боламыз. Ең алдымен табамызға аз ғана сұйық май құйып, манағы маринадтап қойған құсымызды алдымен қуырып алатын боламыз. Бір 5 минут көлемінде құсымыз пісетін болады. Тез піседі, төс ет болған үшін. Қақпағын жауып 5 минут көлемінде қуыратамыз. Міне біздің құсымыз дайын. Енді оны бөлек ыдысқа алып қоя тұрамыз. Енді қалған көкөністерімізді қуыратын боламыз. Тағы да аз ғана мөлшерде табамызға май құйып, манағы туралған көкөністерімізді қуырып аламыз. Бес минут көлемінде бұны да қуырып алатын боламыз. Отты қатты қоспаймыз, орташа отты 5 минут көлемінде қуырып аламыз. Сәбізіміз піссе болды. Аздап тұз қосамыз. Бетін жауып қуыратын боламыз. Міне
міне біздің көкөністеріміз қуырылып болды. Енді бір жұмыртқаны жарып, оны да қуырып алатын боламыз. Жұмыртқаға тұз ештеңе салып қажет жоқ, себебі біздің көкөнісімізде тұзымыз бар. Соның өзі жеткілікті болады. Жұмыртқамыз міне қуырылып болды. Енді манағы піскен құсымызды саламыз. Араластырып жібереміз. Және де жарты банка жүгері салатын боламыз. Жүгеріні міндетті түрде салыңыздар, себебі тағамыз өте дәмді шығады. Араластырып, осы кезде біздің күрішіміз пісті. Сол күрішімізді салып, тағамызды араластырып біріктіретін боламыз. Көріңіз, күрішіміз қандай рассыпчатый болып, керемет болып піскен. Күрішті бірге пісіруге болмайды, әйтпесе тағамыз өте жаман болып кетеді. Ол үшін бөлек пісіріп саламыз. Енді тағы да 2 үлкен қасық соя тұздығын құямыз. Араластырып жіберетін боламыз. Кәдімгідей видеодан көрініп тұрғандай аппетитный тамақ болып шығады екен. Балдарыңыз сүйсініп жейтін тамақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, түсінің өзі қандай әдемі болып тұр. Кешкі асқа керемет кететін тамақ. Жеп-жеңіл, асқазанға ауырлық тигізбейтін. Енді тәрелкеңізге салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қаласаңыздар, бетіне күнжет сепсеңіздер өте дәмді болады. Осы біздің асымыз дайын, баршаңызға ас болсын. Мені қолдап арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.